Қалайсыңдар? Бүгін 6-шы күн. Көшеге шықтық. Прогулка. Яғни 15 минуттық прогулка. Если күнде тренировка жасай берсең, тоже жаман да, потому что состояние қатты летит екен. Все равно любой нәрсені артық қылмау керек. Даже, допустим, саған алма пайдалы болса, алманы көп жесең ішің өтеді ғой, сол сияқты. Полезный, много тоже вредно дейді. В общем, сондай цитата шығардым. Шынымен солай. Так, бүгінгі айтатын әңгіме идеяға қатысты и неге кейбір идеялар жүзеге аспайды. Допустим, бір балаға идея келеді, и екінші балаға бір идея келеді. Но біреу жасайды, біреу жасамайды. Не үшін? Түсіндіріп беремін қазір. Допустим, көрсем. Так, нотасын да. Допустим, нотасы идея, да? Идея тұрады да, былай біздің басымызға кіреді. Бүгін қалған инсайт мощный біреуден көрдім, но маған жестко өтті, қараңдаршы. Бір идея келді басқа, да? Тұрды ішкелері. Көмегіне шығады, допустим, интересетілік, нада шығады. Енді қара, мына идея, сама идея, рабочая идея, да, өтетін идея, мықты идея. Но когда ол сенің басына кіреді ғой, ол сенің басына кірген кезде, сенің басында комплекс бар, страх бар, детская травма бар, обида бар, зависть бар. Біраз проблемалар бар ғой. Ол сонымен түйеседі да, сол идея, соны қыстырылсатып өтіп жатады. Мына қана шығу керек қой идея. Идея мына қана шықса, это уже нәтиже, мынау нәтиже. Мына кіреді, мына нәтиже шығады. И кірген кезде ол сенің неге комплекстар жинап алғанда, мен болмай қаламын, сомнение, бүкіл менді көрсетеді. Есендіңдерші? Бір идея біреудің басына кіреді да, сол адамның проблемаларымен араласып, микс болады да, бір продукт шығады. И дәл сол сияқты, идея сол сияқты. Ол идея тәтті болып, күшті нәрсе шығу үшін, ол адамда комплекс деген нәрсе, проблемалар деген нәрсе болмау керек, олар проработаны болу керек. Яғни, олар ол проблеманы шешіліп тұрса, мына идея, допустим, егер шешілмей тұрса, допустим, сенен мына идея кірсе да, ол шыққан кезде тұрады да, темекінің мусор сияқты бүйтіп шығады да, мына шыққан нәрсе, бұл нәтиже емес қой, бұл мусор да. И вот көрдіңдер ғой да, и мынаяқтан, потому что неге мусор болып кетті, потому что сенің ішің мусор, ішің паразит, комплекстарға толы, сол үшін сен мынаяқтан келген күшті идеяң, мынаяқтан кетті мусор болып шығады, и ол нәтиже жетпейді. Ал егер сен күшті болып нетсең, күшті болып жұмыс істесең, сен проработанды болсаң, сен сол үшін айтады. Бизнеста 80% психология, сол үшін айтады. Не үшін? Потому что сенің мынаяқта басына келген идеялар сенің ішіндегі мусорға түйіспей, мынаяқтан күшті продукт болып шығу керек, и ол нәтижеге жету керек. Сол үшін айтады, психология это 80% бизнеса дейді. А егер сен кіргеннен кейін, басынан күшті идея келгеннен кейін, күшті нәтиже, әдемі нәтиже шығу үшін, сонда әдемі жапырақ болып шығу үшін да, күшті болып шығу үшін, сенің ішіңде әдемі болу керек, сенің ішінде больдар болмау керек, обида болмау керек. Сол кезде сенің басына келген идея әп-әдемі болып, гүл сияқты шығады. Қалай инсайт айтыңдаршы, ё-моё, бүгін прям түсіндім, что психологияның қаншалықты маңызы бар екен. Сол үшін ештеңе бастамай тұрып, бір нәрсе бастамай тұрып, проработайте себя, ішіндегі обидаларыңды, соның барлығын, потому что олар қатты мешать етеді. Сол үшін біреуге реніш болса, ренішті жібер, біреуге обида болса, зависть болса. И бүгін мен Моргенштерннің несін қарадым, интервьюны не деп айтты? Мен атып кеттім дейді. Мен көтеріліп кеттім, қай кезде дейді. Қай кезде мен проектен жүзеге асады? Потому что когда я перестал завидовать дейді, басқа рэперлерге. Сол кезде менде прорыв болды дейді. Потому что зависть деген нәрсе қатты төмендетеді, қатты алшақтатады, нәтижені болғызбайды. Как будто бы зависть іште тұрған нәрсе ғой, қалай ол бизнесқа әсер етуі мүмкін деп. Не ойлайсың ғой? Мана айтылған нәрсе ғой. Мынаяқта кірген кезде боқ болып шығады да, олай шықпау керек. Сол үшін проработайте өзінің іштегі нәрсенің барлығын, обида, комплекс барын, страх. И топите. Кеттік.